Құрметті достар, қазақ поэзиясының аса көрнекті өкілі, алқамыздың дарынды ақыны Қасым Аманжоловтың туғанына 110 жылдығына орай кітапханаларды дамыту бөлімінің бастамасымен кітапхана қызметкерлер арасында ұйымдастырылған «Ей тәкаппар дүние, маған да бір қарашы» атты онлайн Қасым оқуларына Бұқар Жырау ауданының орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне қарасты Көкпекті ауылдық модельді кітапханасының аға кітапханашысы Рахимкулова Гүлжан. Қасым Аманжолов «Жаңбырлы кеште көшеде». Жаңбырлы кеште көшеде жүрді жалғыз жас жігіт, демалады күрсіне өні қашқан сұп-сұрғылт. Құйып тұр жауын нөсерлеп, ала сырып ойнап бұлт, ұялаған құстардай үйінде отыр барлық жұрт. Жалғыз ғана жігіт жүр, жапанда жалғыз батырдай, ондай сірә бар не сыр, білер ме еді яңғырмай. Жүрме әлде жауыннан, жан жазатын табам деп, ескен желмен тілдесіп, аластан хабар алам деп. Сайлаубы Жауһар, Қасым Аманжолов, ертіс. Арқада аққан күміс алтын арна, ерке ертіс ертісіндей өзен барма. Суылдап сабырлы оймен жатыр ағып, жарқырап көз жіберіп айналама. Күй төгіп, кернейлетіп ағад ертіс, лебімен балқытады далам ертіс. Ертісім еркіндіктің бесігі бол, ер жігіт, ерте тұрда ертіске түс. Жерімнің жатқан бұлбыр көк жойқыны, үстінде ойнақтаған өр толқыны, болаттай да ер болмасын қазақ ұлы.